Баха фестиваль. Қылмыс әлемінің серкесі атанған қазақ жігіті туралы не білеміз? 90-шы жылдары Қазақстан аумағында дүркіреп тұрған Баха фестивальді танымайтын адам жоқ шығар. Басынан сөз асырмаған ер жігіт қылмыс әлемінің талай дүлдүлін тізе бүктіріп, салқын қандылығымен үлкен құрмет пен беделге ие болған. Оның бір атын естігенде көпшілік төбе шашы тік тұрып қаша жөнелетін деген аңыз да бар. Қылмыс әлемінде өзіндік ізін қалдырған Бақыткелді Баясов өз дәуренінде талай мықтыларды мойындатқан. Тіпті сөзімен келіспей қарсы тұрғандардың тақиясы теріс айналып тұратын жағдайлар жиі кездескен. Оның әмірі әсіресе Алматы қаласында қатты жүрген. Бақыт Алматыдағы ойынханалар мен түрлі бизнес ошақтарының барлығын дерлік өз қарамағына алуды әдетке айналдырған. Айтқанына көнбей өзімен санаспағандарды адам құрлы көрмей мүлдем аямаған. Әлемге Баха фестиваль лақап атымен танылған жігіт 1963 жылы Алматы облысындағы Энгельс совхозында дүниеге келген. Бұл елді мекен бүгінде Қарасаз деген атаумен белгілі. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевты өсірген ауылда Бақыткелді Баясов та туған. 90-шы жылдары дүркіреп тұрған қазақ баласы Райымбектің тікелей ұрпағы болып шыққан. Қазақ ақыны Мұқағали Мақатаев Баха фестивальдің жанұясымен жақсы қарым-қатынаста болған. Тіпті Бақыткелдінің әкесі мен Мұқағали арасында үлкен достық орнағаны жайлы деректер кездеседі. 4 жас шамасында Баясовтар отбасы қоныс аударып, Еңбекші Қазақ ауданына көшіп өтеді. Туған жері басқа болғанымен, өсіп өнген мекені Еңбекші Қазақ ауданындағы Сөгет ауылы. Бақыткелді кішкентай кезінен асқан белсенділігімен ерекшеленген. Жастайынан алғыр болған бала Сөгетінде бар жоғы 1 жыл оқып, қалған оқу жылдарын Шерек ауылында жалғастырған. Мектеп қабырғасында математика мен физикадан Бақыткелдіге дес беретін ешкім болмаған. Дарынды баласының білімін жетілдіру мақсатында ата-анасы оны Ораз Жәутіков атындағы республикалық физика-математика мектебіне береді. Алайда Баха фестиваль бұл білім ордасында бар болғаны 1,5 жыл ғана оқыған. Білімнен гөрі спортқа деген ұмтылысы басым болған сияқты. Өзін болашақта кәсіби спортшы ретінде көрген Бақыткелді физика-математика мектебін спорттық бағыттағы оқу орнына ауыстырған. 17 жасында мектепті тәмамдаған соң, қазіргі Тұрар Рысқұлов атындағы жаңа экономикалық университетке оқуға түседі. Алайда бірінші курста оқып жүрген кезінде әскер қатарына шақырылады. Нәтижесінде Бақыткелді борышын өтеу үшін Ауғанстанға аттанып, 1981 жылы алғашқы лек сапында соғысқа қатысқан. Дәл осы Ауғанстандағы соғыс бозбала Бақыткелдіні аты шулы Баха фестивальге айналдырды деседі. Қайсар әрі өжет болып қалыптасуына соғыстың ықпалы зор болған. Тіпті оның қылмыс әлеміне аяқ басуына да бөтен елде көрген тағдыры әсер еткен болуы мүмкін. Басқалар бейбіт өмір сүріп жатқанда, өзінің Ауғанстанда қан кешіп жүргені оның санасына ауыр із қалдырған. Азаматтық борышын өтеп елге оралған соң Бақыт оқуын жалғастырмақ болады. Бірақ түрлі себептерге байланысты бұл жоспары іске аспайды. Ол жергілікті баспаханада жұмыс істей бастайды. Кеңес одағының ыдырауымен елде тұрақсыз кезең басталды. Өзге ұлт өкілдерінің озбыр әрекеттері намысшыл қазақ жастарының көтерілуіне себеп болды. Елдегі тәртіпсіздікке қарсы тұруға талпынғандар көбейе түсті. Баха фестивальдің ағасы Амангелді інісін қазақтың даңқты спортшысы Бекзат Саттархановпен салыстырған. Оның айтуынша, екі азаматтың да тағдыры ұқсас болған. Амангелді Баясов былай деген: екеуі де бұл өмірге белгілі бір миссиямен келді, және оны орындады. Бақыткелді өз миссиясын адал атқарып, өз заманының батыры атанды. Қаталдығымен танылса да, көп азаматқа көмек қолын созды. Кішілердің көбі оның кеңесіне құлақ асатын. Ол әділдік үшін жанын салатын адам еді. Бақыт тәртіпті жақсы көретін, айтқанын орындататын. Мұның өзі өнер. Сонымен қатар ағасы оның Өскеменде орын алған даулы жағдайды шешудегі маңызды рөлінде атап өткен. Шешендер мен қазақтар арасындағы түйткілді мәселені тоқтатуға ықпал еткенін айтқан. Осы оқиғадан кейін оның беделі бұрынғыдан да өсті. Тіпті өзге елдегі қылмыс әлемінің өкілдері Алматыда бизнес жүргізу үшін алдымен Бақыттың алдынан өтетін болған. Ол рұқсат бергеннен кейін ғана іске кіріскен. Достары оны адал адам ретінде сипаттайды. Қатал бейнесінің ар жағында жақындары үшін барын аямайтын жан болғанын айтады. Кеңес одағы тарағаннан кейін елде сенімсіздік күшейді. Мемлекеттік құрылымдардың әлсіреуі, әділетсіздік, жемқорлық,
бәрі қоғамға ауыр соққы болды. Осындай кезеңде Баха фестивальдің ортасы бейжай қала алмаған. Тіпті кейбір жоғары лауазымды шенеуніктердің өзі қылмыс әлемі өкілдеріне жүгінген жағдайлар болған. Бір жолы Бақытқа танысы келіп, туысының алданып қалғанын айтып, көмек сұрайды. Алайда істің шынайы мәнін анықтаған соң, Бақыт кінәсі адамды қорғап шешім шығарған. Оның әділеттілігіне көмек сұрап келген адамның өзі таң қалған деседі. Алматылықтарды ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстаған Баха фестивальді сыртқы күштер көре алмады. Ешкімге бас имеген ол өз қаласында тәртіп орнағанын қалады. Бақыт келді 1993 жылдың 7 қазанында Алматы қаласындағы Жандосов көшесінің бойындағы 12-ші емханада көз жұмды. Кеңсай маңындағы үйге жасалған қастандық Баха фестиваль мен жанындағы 4 көмекшісінің өмірін қиды. Бұл оқиға қазақстандық рекеттерге жасалған алғашқы ірі қастандық ретінде тіркелген. Ол 11 қазанда 30 жасқа толған күні жер қойнына тапсырылды. Қайтыс болмас бұрын Бақыт достарына мешіт салу туралы арманын айтқан екен. Тіпті Алмарасанға барар жолдан жер де алып үлгерген. Өкінішке қарай, қасиетті үйдің құрылысы аяқталмай жатып өмірден өтті. Бірақ бауырлары оның арманын жүзеге асырып, Райымбек ауылында Бақыткелді Қаматайұлы атындағы мешітті тұрғызды. Бүгінде бұл мешіт рухани орталық ретінде жұмыс істеп тұр. Аты шулы Баха фестивальді де қайғылы тағдыр күткен еді. Оның өмірін алған, алдын ала жоспарланған тапанша оғы болды. Өзі өмірден өткенімен, бұл қазақ баласы туралы әңгімелер әлі күнге дейін толастамай келеді. Мәліметтер интернет желісіндегі ашық дерек көздерден алынған. Достар, арнамызға жазылып еңбекті бағалауды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Жаңа видеоларды бірінші болып көргіңіз келсе, қоңырау белгішесін қосыңыздар.